Менің 28 миллион теңге қарызым құтылуыма көмектескен бір инструмент бар. Бұл таңғы жүріс, яғни таңда жаяу жүру. Басында бір 8.000 шаг, 10.000 шаг, кейін 15.000, 20.000-ға шығардым. Аллах тағаланың таңда беретін берекесі ол вообще басқаша екен. Соны түсіндім. Сол себептен паркке жүремін. Мына енді таңда ерте тұратын кісілерге айтқым келетіні, мен өзімде опытымда болды, что ерте тұрып үйде жүргенің бір бөлек, ал таңда ана тұрып ерте өзімнің денеңді кроваттан алып шығу, былай айтқанда далаға, бұл бір бөлек екен да. Сол мына келген кезде сезімің бөлек болады. Жүрген сайын ойларымен күресесің, қандай вопростарым бар миыңда. Мен түсіндім, что неге мен ақша таппай жатырмын, неге мен қарызым құтыла алмай жатырмын, қандай себептер. Таңдағы жүріс бұл ерекше.